Сәлеметсіздер ме? Бүгін қазақ тіліндегі стиль түрлеріне тоқталамыз. Қазақ тілінде стильдің 5 түрі бар. Стильдердің қолдану аясы: ғылыми стиль, ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамалар, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Ресми іс-қағаздар стилі: іс-қағаздарда, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарда қолданылады. Публицистикалық стиль: газет, журналда, жиналыстар мен митингілердегі сөздерді қолданылады. Көркем әдебиет стилі: көркем әдеби шығармаларда қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилі: адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Стильдердің ерекшелігі: ғылыми стиль дәлелді, зерттелген сөзді тура мағынада алу. Ресми іс-қағаздар стилі: ресми, анық, дәл, нақты. Публицистикалық стиль: шақыру, үндеу, нақтылық, мақала ретінде. Көркем әдебиет стилі: образды, эмоционалды, экспрессивті. Ауызекі сөйлеу стилі: сөздер мен сөз тіркестерінің еркін қолданылуы, күнделікті сөйлеу стилі жатады. Стиль түрлеріне қатысты мысалдар: емен ұзақ жылдар бойы өсе береді. Ол 1500 жылға дейін созылады. Жалпы емен жылы сүйгіш ағаштар қатарына жатады. Яғни бұл ғылыми стильде жазылыпты. Жәкіш қып-қызыл болып кетті. Алғашқыдағыдай тұмсығы тершіп, қыбыжықтай береді. Көркем әдебиет стилінде жазылыпты. Өз қалауымен жұмыстан босатуыңызды сұраймын. Ресми іс-қағаздар стилінде жазылыпты. Кеше сабаққа бардың ба? Үйге қандай тапсырма берді? Ауызекі сөйлеу стилінде жазылыпты. 9 мамыр жеңіс күні қарсаңында елбасымыздың жарлығымен халқымыздың аяулы ұлы Рахымжан Қошқарбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Публицистикалық стильде жазылған мәтін. Мәтін стильдері дегеніміз қаламгерді жазу мәнері, мәтінді оқырманға жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануы, ой түйінін ашу тәсілі. Қазақ әдеби тілінің 5 түрлі стильдік тармақтары қалыптасқан. Білім мен ғылым саласында ғылыми стиль, құқық саласында ресми іс-қағаздар стилі, әдебиет пен өнер саласында көркем әдебиет стилін қолданады. Бұқаралық ақпарат құралдарында публицистикалық стиль қолданылады. Тұрмыстық қарым-қатынаста ауызекі стилі қолданылады екен. Сонымен стиль сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы болып табылады екен. Стильдің 5 түрі бар екен. Стиль дегеніміз лебіздің тілдесу үстінде сөйлеуші қойған коммуникативтік тілдік қарым-қатынас, мақсатқа лайық құрылған түрі. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.